Сәлем достар, сіздермен бірге мен Рүстем Кейзет. Бүгінгі видеода біз өздерінің денесін физикалық тұрғыда жақсартқысы келетін әскерлер туралы айтатын боламыз. Және бүгінгі видеода сіздер ең мықты әскери жаттығулар бойынша көзге түскен мемлекеттерді көретін боласыздар. Видео басылмай тұрып сіздерден лайк сұраймын. Ал ендеше біз бастаймыз. Күрд әскерилері. Бұлардың бойында заманауи техникалары жоқ болғанымен басқа мемлекеттерге қарағанда өздерінің бойындағы қара күштері өте көп. Және бұлар сол қара күштерінің арқасында көптеген сайыстарда жеңіске жетеді. Бұлар өздерінің сол қара күштерінің арқасында ғана емес, өздерінің физикалық тұрғыдан да жақсы екенін біледі. Және ешқандай сайыстардан қорқпай бас жүлделерді алып келеді. Бұл әскерилердің жағдайы онша мәз болмағанмен, бұлар әлемдегі ең мықты әскери қатарлары бойынша 5-ші орында тұр. Қытай елі барлықтарыңызға таныс болар, және ол елдің әскерилері көп елге танымал. Әлі олардың әскерилері өте мықты. Сіздер ыстық картошка ойынын ойнаған боларсыздар, бірақ бұл жерде олар ыстық картошка ойынын ойнап жатқан жоқ. Олар кез келген уақытта жарылып кетуі мүмкін гранатамен ойнап жатыр. Ойын ережесі былай. Сол граната барлық ойыншылардың қолына тиюі тиіс. Және ең соңғы әскердің қолына тиіп, сол әскер оны жерге лақтырып жібереді. Сосын олар физикалық тұрғыдан өздерінің денесін жаттықтырады. Әрине бұлар өте қиын, әрі сіздерге өте қорқынышты болып көрінуі мүмкін. Бұндай жағдайлар өте көп болады. Гранатаны ұстап қолына сасқандықтан қорқанынан қателесіп кететін әскерилер бар. Және соның кесірінен өзінің досын да арғы дүниеге алып кететін әскерилер бар. Және бұл ең мықты әскерлер бойынша 6-ші орында тұр. Ақш әскерилер де осал емес. Әрі олар басқа мемлекеттердің көп әскерлеріне қарағанда өте мықты. Су мысығы деген атқа лайық болған ақш әскерлері не себептен мықты әскерлердің қатарында тұрғыларын білеріңіз келсе, осы видеоны до конца көріңіздер. Әрі олар өте мықты, түнде де күндіз де тынбай жұмыс істейтін. Олар физикалық тұрғыдан ең мықты әскерлердің бірі. Олар көбінесе алыс шақырымдарға жүгіруден бас жүлделерді алған. Және олар ұжыммен жұмыс істеген жақсы көреді. Олар су астында 1,5 сағатқа дейін денелерін жаттықтырады. Ал қол, аяқ бұлшықеттерін балшықта жаттықтырады. Бұл қандай қиын екенін сіздер білмейсіздер. Оңтүстік Корея, Қытай, Вьетнам, Жапония және ақш әскерилері бір жағадан жиналып өздерінің жаттығуларымен бөлісті. Олар автомат атудан бастап кобраның қанын ішуден аяқтайды. Әрі олар ең ұлы болған шаянның етін жейді. Бұл Оңтүстік Корея, Жапония, Қытай мемлекеттері үшін қалыпты жағдайға айналғанымен, Америка штаттары үшін бұл күтпеген жағдайға айналды. Тайвань әскерилері өзінің ең мықты әрі ең қиын жаттығуларымен көп елге танымал. Әрі олар тастың үстімен жүру, тастың үстімен екпетімен жатып жүру, әрі тастың үстінен секіру сияқты жаттығуларымен барлық ерлерге танымал. Бұл жаттығулар сіздерге оңай болып көрінгенмен шын өмірден өте қиын. Әрі олар ең мықты әскерилер санатында 7-ші орында тұр. Енді біз Оңтүстік Кореяның әскери жаттығуларына көшейік. Негізінде Оңтүстік Кореяда